Ауыр жүк. Бір күні екі жолаушы ұзақ сапарға шығады. Әрқайсының арқасында дорба бар. Бірінші жолаушының дорбасына өткен шақтағы реніштері мен өкпесін, ашу-ызасын, кешірілмеген сезімдерін жинап алған. Дорба ауырлап жүруге мүмкіндік бермейді. Реніштерін еске алған сайын еңсесі түсіп, әр қадамын әрең басып келеді. Ал екінші жолаушының дорбасында тек өмірдің жақсы естеліктері мен сабақтары ғана бар. Ол бұрын өзіне қасірет әкелген жандарды кешірген, сол арқылы жүгін жеңілдеткен. Сондықтан да дорбасы да, адымы да жеңіл, жан-жағына күлімсірей қарайды. Әсем табиғатқа тамсанып әңгіме айтып келе жатыр. Бірінші жолаушы: сен неге шаршамайсың? Қалай жеңіл жүріп келе жатырсың? Ал менде ары қарай жүруге күш қалмады дейді. Сонда екінші жолаушы күлімсіреп: өйткені менің жүрегімде реніш жоқ. Өткен өмірімді ойлай бермеймін. Өткенді арқалап жүрсең, алға жылжи алмайсың деген екен. Сабақ: өткеннің ренішін арқалап жүру өзіңе салынған ауыр жүк. Кешірім арқылы ғана жеңілдеп, бақытқа қадам басуға болады.